Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін қарабұрыштың денсаулыққа пайдасы туралы біраз мағлұматтармен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Қарабұрыш әр үйдің ас үйінде кездесетін дәмдеуіш. Қарабұрыш бұл әйгілі және ең таралған шығыс дәмдеуіштері Үндістаннан келді. Ұнталған қарабұрыштың көптеген емдік қасиеті бар. Ол тәбетті ашады, кекіруді басады, қақырықты сұйылтады, қан айналымын жақсартады. Оның денсаулыққа пайдасына тоқтала кетсек, біріншіден, тыныс алу жолдарына суық тигенде бір ас қасық ұнталған қарабұрышты бір стақан балмен араластырып, бір шай қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Сонымен қатар бұл емдік әдіс жүрек ауырғанда және зәр айдайтын дәрмек ретінде де жақсы көмектеседі. Екіншіден, ұнтақталған қарабұрышты қанды қыздыратын қасиеті бар. Ол үшін бір апта бойы бірдей мөлшерде қант пен ұнтақ бұрышты араластырып ішеді. Нәтижесі бір емнен кейін-ақ байқауға болады. Үшіншіден, теміреткі шыққан кезде қына мен бұрышты араластырып теріге жағады. Оның әсері тез әсер етеді. Төртіншіден, буын аурулары, сүйек сынғанда, сал, неврит және бұлшық әлсірегенде қарабұрыштан май дайындайды. Бір стақан зәйтүн майы мен бір ас қасық ұнтақ бұрышты қосып, баяу отта бірнеше минут қайнатады. Бөлме температурасында салқындатып, сүзгіден өткізеді және оны ауырған жерге жағады. Бесіншіден, егер шашыңыз көп пісетін болса, онда тұз, қарабұрыш, пияз сөлін бірдей мөлшерде араластырып, бұл қоспаны шаштың түбіне жағады және 20-30 минуттан кейін оны жуып тастайды. Бұл маска емдік пайдасымен қатар шаштың өсуін де жеделдетеді. Сонымен қарабұрыш туралы көптеген мағлұматтар білдіңіздер деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.